Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Түрік халықтары ежелден Еуразия кеңістігін жайлап ықпалды күшке ие болған халық. Бүгінде әлемнің әр түкпірінде біреуі тәуелсіз, енді бірі басқа мемлекеттің құрамында автономия болып, енді бірі тіпті өз мәдениеті мен салт дәстүрінен, ана тілінен айырылып, үлкен елдің құрамына еніп кеткендері де бар. Бірақ соған қарамастан тәуелсіз тірлік етіп жатқан түрік халықтары жер бетінде көп екені белгілі. Бұл жолы сіздерге осындай түрік халықтары мекендеген, ежелгі қазақтың ата мекені болған, талай жылдар бойы тұтас хандықтың астанасы қызметін атқарған Астрахан немесе түрік тілімен айтатын болсақ, Қажы Тархан қаласының тарихын айтатын боламыз. Бұл қала қазір Ресей мемлекетінің қол астында және Қазақстанмен бекітілген ресми шекарасы бар. Ал бұл қала қалай пайда болды, оны кімдер салды? Бұл қалада кімдер мекендеді? Осыған келейік. Аты айтып тұрғандай, бұл түрік халықтарының ежелгі орталығы болған. Және оны тіпті мына атауынан ақ көрініп тұр. Себебі Қажы Тархан сөзіндегі Тархан деген сөз көшпенділердің арасында, яғни көшпенді халықтардың әскери лауазымына қолданылады. Ол қолбасшы деген мағынада. Сонымен қаланың пайда болу туралы бір аңызда былай делінген. Онда Әз Жәнібек хан өз ордасын тұрғызуға орыстың әйгілі сәулетшісін, құрылыс салу шеберін шақыртып алып, ордасын соған салдырса керек. Орда сән салтанатымен салынып біткен соң, хан шеберден еңбегінің өтеуіне не қалайтынын сұрапты. Құрылыс шебері ханға риза болатынын айтқан. Егер хан шебердің қалаған жерін алуына рұқсат беріпті, сәулетші өгіздің терісін жіңішке таспада етіп тіліп, осы бүгінгі қала тұрған жерді қоршап алыпты деген аңыз бар. Ежелгі қазақ жерінде орыс қаласы осылайша пайда болған көрінеді. Алайда бұл аңыз десек, оның тарихы тереңде екенін жазба деректерден және табылған тарихи ғимараттардың қалдықтарынан көруге болады. Себебі осы аумақта 3-ші ғасырларда қазарлардың Әтел, орысша Итил қаласы болған. 13-ші ғасырда Шыңғыс ханның қаланы қиратып, орнына Сыйтархан деген қаласын көтергені, ол кейіннен хандықтың астанасы болғаны белгілі. 1459-1556 жылдары қала жаңадан құрылған Астрахан хандығының астанасы болып бекітілген. Астраханның гүлденуі осы хандықтың тұсында байқауға болады. Каспий теңізінің солтүстік аумағында, Еділ өзенінің бойында орналасқан бұл қала саудаға өте қолайлы болатын. Егін, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы дамып, саудасын өркендеген бұл қалаға әлемнің әр түкпірінен, Қытай мен Үндістаннан, Араб елдерінен, Батыс Еуропа мен солтүстіктегі Балтық теңізі бойындағы елдерден сауда керуендері келіп жатты. Қала Еділден әрі шығысқа өтетін қақпа саналды. Хандықты түрік халқының көсемдері басқарды. Себебі бұл кезінде дәуірлеген Алтын Орданың бір ұлысы болатын. Яғни Алтын Орда ыдырағаннан кейін ол бірнеше хандықтарға бөлінді, соның ішінде осы Астрахан хандығы да бар. Уақыт өте келе Алтын Ордадан тәуелсіздік алған Мәскеу князьдігі күшейіп, айналасындағы бір кездері Алтын Орданың ұлысы болған түрік халықтарына шабуыл жасап, Қазан хандығын бағындырады. Ал 1556 жылы орыс әскерлері қалаға басып кіріп, Астрахан хандығы Ресейдің қол астына өтіп кеткен болатын. Ресей империясының құрамында болғаннан кейін патша билігі көшпенділердің жауынгерлігінен қорқып, қаланы Еділ өзенінің оң жағалауына көшіруге мәжбүр болған екен. Осы кезде оңтүстіктегі түркілердің басқа ұлысы, яғни османдар күшейіп, түбі бір хандықтарды жаулап алуға кіріскен Мәскеуге қарсы шығуға, Қырым мен Қазан хандарын біріктіруге ұмтылды. Орыстардың одан әрі шығысқа ұмтылуын тоқтату үшін Осман сұлтандары Еділ өзені мен Дон өзендерін біріктірмекте болған екен. Бірақ Қырым ханының орыстармен шайқаста жеңілуі Астраханды Мәскеудің қолында қалдырды. 1589 жылы Астрахан Кремлі бой көтерген. Оның сыртынан Ақ қала атанған тас қала салынып, Астрахан
Ресей империясының Орта Азияға қараған ең ірі бекетіне айналған. Бұл кейіннен Орта Азия хандықтарына шабуыл бастайтын негізгі әскери және сауда бекінісіне айналған екен. Ресейліктер Астрахан қаласын оңтүстік Венеция, Каспий аймағы елдерінің астанасы деп атайды екен. Қала Ресейдегі тарихи құндылықтарға бай 115 қаланың қатарына жатқызылған. Ол елдің жоғарғы бөлігінде орналасқан. Қалай дегенмен де бір кездері түрік халықтарының атамекені болған Астраханның қазақ тарихында алар орны ерекше. Ал сіз Астрахан қаласы туралы тағы қандай деректерді білесіз? Егер бұл видео сізге ұнаса, оны барлық WhatsApp топтарына таныстарыңызға таратып жіберіңіз.